Ал азаматтықты сатып алуға да болады, құжат жинап, уақыт құртып қайтесіз. Алматы облысында халыққа қызмет көрсету орталығында жаға ұстатар жағдай. Мекеме қызметкерлері 500-ден аса адамды заңсыз тіркегені белгілі болды. Олар қазақстандық атанғысы келетіндердің арманын ақшаға орындаған деген ақпарат бар. Анық-қанығын әріптесім Айзада Оразалы айтсын. Ақшаң болса қалтаңда, азаматтық алып талтаңда. Іле ауданындағы халыққа қызмет көрсету орталығында заңсыз тіркелгендер осылай кеуде қағуы да мүмкін. Былтырғы сәуірден маусымға дейін мұнда 500-ден аса азамат еш кедергісіз қазақстандық болып шыға келіпті. Сұмдықтың себебін сұрағанымызда мекеме басшылығы 3 сағат толғанды. Соңында бұл біздің қателігіміз емес деп 2 ауыз сөз айтты. Осы 500 азаматты заңсыз тіркеу бойынша бұл қызметті көрсететін көші-қон полициясы. Бұл мәселеге халыққа қызмет көрсету орталығының ешқандай қатысы жоқ. Анығырақ мәліметтерді МВД содан білсеңіздер болады. Осылайша бір шатырдың астында отырғанымыз болмаса шатаққа қатысымыз жоқ деді. Болған жайтты кеше ғана естіген көрінеді. Ал полиция департаменті қылмысты көші-қон қызметкері жасағанын растады. Былтырғы былықтың беті желтоқсанда ашылыпты. Күдіктінің үстінен қылмыстық іс енді қозғалған. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385 бабы бойынша тіркелді. Көрсетілген фактілер бойынша жан-жақты және мұқият тексеру жүргізу мақсатында қызметтік тергеу өткізіліп, нәтижесінде құжаттарды қабылдаған лауазымды тұлға жұмыс орнынан босатылып, оның тікелей басшысына қатаң сөгіс жарияланды.